Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін әдеттегідей эфирде доктор Шерхан мына көп адамның сұрауы бойынша, көп комментарийлар бойынша мынау геморрой деген тақырыпты толығырақ ашып айтсаңыз ба, қандай емдері бар, операциясыз емдері бар ма деген сұраққа бүгін жауап береміз. Видеомыздан алыстамаңыздар, жалпы алдағы уақытта қандай емдері бар екенін айтып өтем. Сіздерден лайк, подписка және де комментария жазсаңыздар болады. Өткен видеолардағы айтқанымдай, жалпы мынау геморройдың екі түрі болады дедім, біреуі сыртқы және де біреуі ішкі. Егер араларыңызда геморроймен ауыратын кісілер болатын болса, олар түсінеді, қайсысы сыртқы, қайсысы ішкі дегендей мысалға. Көбінесе сыртқы геморрой қанайды деп жатамыз, бірақ екеуі де қанайды негізі. Көп жылдар бойы мынау бірінші, екінші степенге ауысып кететін болса, одан қатты асқынып кеткен адамдар бар арасында. Солардың мынау халық арасында көп жүрген жалпы мынау негізі бұл айтқанда қорқыныш бар ғой. Операциясыз болмай ма, операциядан қорқамын. Одан операциядан қорықпаңыздар. Крем, мазь, свеча деген нәрселер олар уақытша нәрсе. Операция қазір Аллаға шүкір 21 ғасырда мындай қорқатын нәрсе емес, ауыртпайды. Бірақ бір носы бар. Операцияға сіз егер үлкен кісі болсаңыз, 70-тен, 60-тан асып кеткен болсаңыз, көтере алмаймын дейді қорықсаңыздар, одан дұрыс ол. Көп адам операцияны көтере алмайды. Жүректері ауыратын кісілер бар, операция болмайтын, наркоз болмайтын кісілер бар, мысалға да. Жүкті әйелдер бар арасында, жүкті әйелге ешқандай дәрі болмайтын білесіздер өздеріңіз. Сол себепті ол қорқыныштардың барлығын жою керек. Егер сіз үлкен кісі болмасаңыз, орта жастағы болсаңыз, жүкті әйел болмасаңыз, онда операция істеткен дұрыс. Ал қалғандар жүкті әйелдер сонда не істейді? Ал үлкен қарайлар не істейді? Операциямен солай ауырып жүре бере ме? Жоқ. Дұрыс. Бұл кезде мынау қазіргі таңда шыққан әртүрлі свечаларды қолданып көрсеңіздер болады. Бірақ свечаның да свечасы бар дейтіндей, әртүрлі свечалар көп, соның арасында мынау қазір релиф деген свечаны білесіздер өздеріңіз. Релиф свечаларының ішінде релиф адванс дегені бар, релиф ультрасы бар. Не үшін ультра, не үшін адванс? Адванстың ішінде құрамындағы жалпы көмектесетін вещества дейміз ғой, өнімдер кішкене аздау болады. Олар ең начинающий, яғни бірінші степен енді басталып келатқан кісілерге адванс қойса болады. А егер уже екінші степеннен асқынып кететін болса, олар релиф ультраны қойса болады. Не үшін? Өйткені оның құрамындағы основной крахмалды веществолар жалпы ішкі және сыртқы геморрой кезінде өте жақсы көмегін береді. Бірақ оны да айта кетейін, ол да уақытша. Ал енді қазіргі таңда, егер сізде қиналып жүрген болсаңыздар, қазір мен өзім Алматы қаласындамын, және де мынау Қазына деген орталыққа қазір жалпы жұмыс жасап жүрміз, именно геморрой мәселесі бойынша. Екінші степен, үшінші степенге дейін емдеп жатырмыз. Қалай емдейміз? Жалпы операция керек емес, именно бізге кімдер келеді? Операция болмайтын, операциядан қорқатын, операцияны көтере алмайтын кісілер болатын болса, онда нұр үстіне нұр. Мен осы описаниеда телефон нөмірімді қалдырып кетемін. Маған хабарлассаңыздар, біздер свеча ұсынамыз. Свеча дегенде релиф емес, басқа да свечалар емес, именно көмектесетін. Бірақ алдын ала айтып қоюым керек. Ол свечаларды қолданған кезде кемі 7-8 ай емделесіздер. Или операция жасатасыздар. Енді таңдау өздеріңізде, әрине, денсаулық өздеріңіздікі. Егер операция жасатпаймын, свечамен емделем десеңіздер, онда кішкене сабыр етіп, 7-8 айда полностью гарантированно емдеп кетесіздер. Егер асқынып кетпеген болса, егер онкология болып кетіп, уже 3-4 степен өтіп кететін болса, онда кешіресіздер, оған көмектесе алмаймыз. Мен енді просто мынау операция ұнамайтын, операциядан қорқатын кісілерге айтып жатқан жерім бұл. Жүкті әйелдер бар арасында, жүкті әйелдерге болады бұл именно свечалар. Хабарлассаңыздар, осы описанияға телефон нөмірімді қалдырып кетемін өздеріңізге. Маған телефон соқсаңыздар, немесе жазсаңыздар да болады, WhatsApp нөмірімді беремін. Сол Қазына деген свечалар, бұл естеріңізде болсын, именно геморройға арналған Қазына свечалары. Соларды қойсаңыздар болады, кемі 7-8 ай. Егер просто пробный көрейінші, 1-2 ай көрсем бола ма дейтін кісілер де болады араларыңызда. Осы үйтсе де болады. Бағасын сразу айтып кете салайын, басқа компаниялар сияқты бағасын подробныйды бас, одан кейін жазамыз дейтін жоқ. Бағасы бір курстың лечениясы жалпы 3 пачка болады. Бағасы 48 мың теңге.
ішінде 36 штук болады. Әрбір пачкада 12 штуктан сонда 3 пачка 36 штук болады да. Бағасы 48 мың теңге болады. Доставкасы бар Қазақстан бойынша. Ал толықтай емделем десеңіздер, онда мынау степенге қарап, яғни сыртқы ма, ішкі ма, или біреулерде сыртқыда, ішкіде геморройлар болады. Вот соларға біздер 7-8 айлық курсты береміз. Бұл гарантированный, полный емделесіздер да. 7-8 ай бірақ сабыр етесіздер. Алланың нұры жаусын өздеріңізге, емделіп шипасын берсін Алла сіздерге. Ешқашан ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар.